Сәлем құстары, бүгін виртуалдық ойыннан дейміз. Негізі өте тез және оңай жасалатын ойын. Бұл жерде мен 4 клок ойынын бірінші қағазын қиып алғанмын. Содан кейін фильтрге басып, қиып алдым және жан-жағында мынадай кішкентай ойлар қалады. Ол ойлар керек болады. Негізі қалдып деп лақтырып тастаймыз, бірақ қажет кешіретамыз қазір. Және осындай A3 форматта шеңбер қиып алдым. Бұл жерде 2 кішкентай және 2 үлкен, яғни A3-тен сәл кішілеу 2 қиып аламыз шеңберді. Мына ойылды тігіп, машинкамен тігіп алса болады, бірақ мен тез болу үшін бәрін ыстық клеймен жабыстыратын боламын. Мына жерде 2 қабат болады, яғни бізде 4 штуктан 2 шеңбер шығады. Сонда міне қабаттасып, қазір тігіп аламыз. Бәрі сәйкес келу керек, бір-біріне артық қалмау керек. Және мына жерде мынандай не бар? Магнит бар. Магнитті кез келген магазинде сатады, соның ортасына қойып қоямыз. Сосын келесі кіші шеңберге өткізетін боламыз. Яғни бір жағы кіші шеңберде, екінші жағы үлкен шеңберде болады. Арнайы 2 нүкте қойып аламыз. Және кішкене мынандай канцелярский жақпен сәл кесіп аламыз. 2 жағынан оңай кіргізу үшін 2 тез құрасаймыз. 2 дайын болды. 2 жағында бір-біріне сәйкестендіріп көреміз. Келе ма, келмей ма? Яғни дәл ортасында тұру қажет. Кіші шеңбер. Енді A3 размерлі жасауға болады. A3, A4 форматта мен ең үлкен формат алдым. Балаларға оңай болу үшін және әдемі көріну үшін. Сары түс негізі үнемі әдемі көрінеді және фон ретінде кез келген ойынға пайдалануға болады. 2 жан-жағын тігіп алдық. Кіші және үлкен шеңбер, 2 шеңбер шықты, 2 қабаттан және ортасына үлкен 4 клок ойын клеіп шығамыз. Бәрі бір-біріне сәйкес келу керек және қалдық жерлерді қиып, оны екінші жағына клеіп аламыз. Меке жабыстырылды үлкені. Ортасына қоямыз. Және қалдықтарын жан-жағына екінші үлкен шеңберге жабыстырып шығамыз. Меке жабыстырылды, 2 жағынан және кішкентай ойларымыз бар. Ол ойларды мына жерде ашық жерлер бар, сол ашық жерлерге жабыстырып қойса болады. Бірақ мен тек жобасын көрсету үшін жабыстырған жоқпын. Меке ойынымыз дайын болды. Бала бір-бірін сәйкестендіріп жабыстырып шығады. Мына жағы айналып тұрады. Ойлайын десте қазір кіргізілмей жатыр. Бір-бірін осылай сәйкестендіріп, яғни вертушка деп сол үшін аталған. Яғни магнит бір-біріне қосылады және дөңгелетіп алған кезде бір-біріне сәйкес келеді. Ойлар сәйкестендіріп тұру керек қысқасы. Бір-біріне сай келіп, әртүрлі ойларды алуға болады. Осымен дайын.